Іш қатуды пробиотиктермен, пребиотиктермен, шөп шаламдармен, от айдайтын дәрілермен емдемейміз. Сабын салып емдемейміз. Лямблиозды, дисбактериозды емдемейміз. Үлкен дәретінде қашан қан пайда болады екен деп күтпейміз. Бала горшоктан, оттан қорқатын болады. Егер балаңыз 3-4 күнде бір рет үлкен дәретке баратын болса, және ол нәжісі Бристоль шкаласы бойынша 1-2 типте сәйкес келетін болса, онда жедел түрде, дереу түрде дәрігерге қараламыз. Іш қатуды ерте бастасаңыз, соғұрлым жеңіл түрде өтеді. Емдеу процесіңіз, фазаңыз, жаңағы айтып кеткен 4 фазаңыз жеңіл түрде өтетін болады. Сізге де, балаңызға да. Енді балалардағы іш қатуды емдеудегі қателіктерді айтып кететін боламын. Жоғарыда айтып өткендей, балалардағы іш қатуды ешқандай пребиотик, пробиотик, БАДы, шөп шаламдармен, сабын салумен, от жүргізетін дәрілермен емдемейміз. Уақытыңыз жоғалады, босқа жүйкеңіз шаршайды, ақшаңыз жоғалады, керек емес неше түрлі анализдер тапсырып жүгіріп қаласыз өзіңіз. Одан баланың жағдайы жақсармайды. Іш қату одан самай үдейе түседі, күшейе түседі. Балаға одан самай ауру тудыртатын болады. Және іш қатуды баладағы байқасаңыз, мән беріп немқұрайлықпен қарамаңыз. Көп ата-аналар баладағы іш қатуды бар екенін білмей қалады. Сол себепті іш қату мәселесі одан самай өрши түседі. Іш қату белгілері бар. Сол іш қату белгілері суретте қазір көрсетіп өтетін боламын. Және іш қатуды тек дұрыс тамақтанумен емдеу. Әрине бұл жақсы шешім, бірақ тек бастапқы жеңіл формасында, іш қатудың жеңіл формасында осылай дұрыс тамақтанумен алып шықсаңыз болады. Бірақ нағыз емдік мақсатта дұрыс тамақтану көмекке аспайды. Өте дөрекі әдістерді қолдану, градусникпен шұқылау, саусақпен шұқылау, сабын салу, тағысын сол сияқты. Ол болмайды. Және клизма туралы айта кететін жай, микролакс деген микроклизма бар. Ол бір реттік қана жағдайда қолданылады. Ішекті босатады, тазалайды, эффект беретін клизма. Очистительная клизма дейді ғой, тазалағыш клизма және сифондық клизма, бұлар қолданылады, бірақ бұлар стационарлық жағдайда, дәрігердің қатаң бақылауымен сос жағдайда көмекке келетін клизма түрі. Гидроколонотерапия деген терапия бар, бірақ бұл балаларға тыйым салынған. Неге? Өйткені оның көлемі, ауқымы, объемы үлкен, балаларға келмейді, сай келмейді, және өте балаларға қауіптік ем шара. Өйткені судың ағысы, ондағы судың ағысы физиологиялық бағытта жүрмейді. Және стимулдайтын іш жүргізетін дәрілер. Стимулдаушы іш жүргізетін дәрілер деген қандай? Олар бисакадил, гутталакс, сена дегендер. Бұлар қалыпты емес нәжісті шақырады, яғни диареяны шақырады. Қосымша іштің ауруын шақыртатын дәрілер. Және айта кететін жайт, бұл дәрілер өте қауіпті. Несімен? Өйткені бұлар тәуелділік шақырады. Және іш қатуды өз бетіңізбен емдеу. Өз бетіңізбен емдемеңіздер, дәрігерге көрініңіздер, қаралыңыздар. Өйткені 10% жағдайда бұл іш қатудағы мәселе 10% жағдайда ғана патологиялық, органикалық патология болып табылады. Яғни ол белгілі бір нақты ошақ басқа жерде деген сөз. Және балаңызды ұру, жазалау, айқайлау балаңызға, ол да стресстік жағдайға келеді баланы. Бала өзімен өзі отырып, стресстік емес, еркінсіп, үлкен дәретке барғысы келеді. Балаңызға ұрыспаңыз, ұрмаңыз, сөкпеңіз, жазаламаңыз. Өте жиі стресстік жағдайлардан да пайда болатын іш қату да болады балада. Олар ата-аналарының бір-бірімен ұрысы, немесе көшіп қону процесі, немесе мектепке бару, балабақшаға бару, баланың әдеттегі режимі бұзылса, қонаққа барсаңыз мысалы, баланы еркін сезінуге мүмкіндік беріңіз. Балаңыз еркін түрде горшокқа отырсын, еркін түрде өзін сезінсін. Бүгінгі тақырыбымыз осы болатын. Егер өзіңізде осындай мәселе пайда болса, бөлісе отырыңыздар, қалай шештіңіздер, немесе дәрігерге жолықтыңыз ба, бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз. Каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.